Сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Және менің бүгінгі видеома өзімнің жан досым Ақбаян қатысады. Яғни біз екеуміз бүгінгі видеода сіздерге достығымыздың оқиғасын айтып береміз. Ендеше кеттік. Біз ең алғаш рет екеуміз бір-бірімізді нулевой класста көрдік. Біздің отбасыларымыз бір-бірімен таныс болды және бізді бір сыныпқа берді. Бірақ Ақбаян иә. Содан кейін біз бірінші сыныпқа көштік. Ол кезде мен шашым үшін мындай болды. Ұлдарский. Да. Ұлдарский болды. Қазір шашым. Сөйтіп біз бірінші сыныпта бірге болдық. Қайтадан кейін 3-ші, 4-ші сыныптарда бізде Жігіттің сабаздары деген кино болды. Содан F4 деген бір топ құрдық. Иә, қасымызда тағы 2 қыз болды. Сонымен біз F4 деген бір топ құрдық. Сонымен кішкене сөйтіп жүрдік. Содан кейін бір қыз келді да, жаңағы 2 қыз 3 болып үйден бөлініп кетті. Өздері F болып кетті. Сосын біз қайтадан F болып қалдық. Біз негізінде бастауыш сыныпқа дейін бір партада отырдық. Мына партада отырдық, апайдың дәл алдында. Мына партада отырдық. Содан кейін бізде мұғаліміміз алмасты, яғни біз бастауыш сыныптан жоғары сыныпқа дейін көштік. Кейін біз басқа парталарға алмасып кеттік. Және Ақбаян өзінің көршісімен ойнады жаз айларында, ал мен өзімнің көшемде басқалармен ойнадық. Біз 2 көшеде тұрамыз, бірақ үйіміз бір-бірімізге жақын, иә. Содан кейін 5-ші сыныптан бастап біздің көшеге қарай келіп ойнайтын болды. Сөйтіп ойнап жүрдік. Сол кезден бастап футбол, волейбол ойнадық. Кейін осы жылы қыркүйек айының 5-і күні бізде күшті күн болды. Ол күні біз топ құрдық. Екеуміз ғана емес, қасымызда тағы да бір қыз бар. Жаңағы көршім деген Ақмарал деген қыз. Және де тағы 2 ұл бар. Иә, 2 ұл, 3 қыз болып бір топ құрдық. Оның атын айтпай қояйық, құпия қыла берсін да. Сол топ құрдық. Қазіргі таңда біз олармен доспыз. Яғни ол топқа кіру қаншама арчақтағы қаншама балалардың арманы болып десек те болады. Көшедегілердің Кейбіреулер жылағандай болатын алдымызға келді. Және біз тағы да F5 болды. F5 болып кеттік. Басында F5 деп қойған болатынбыз. Одан кейін үздік 5-тік деп қойдық. Одан кейін қазіргі таңда басқаша. Басқаша ол қазір айтпаймыз оны. Құпия. Міне, сөйтіп біз осы күнге дейін жеттік. Осы күнге аман есен жеттік дегенде болды. Біз негізі 9 жыл бойы дос болыппыз. 9 жылда біз негізі ұрыстық, күлдік, қуандық, жыладық. Қанша көреді ұрыстық? Ұрысып қалған кездер болды. Тіптен біз бір ай бойына бір-бірімізбен сөйлеспегенде болатынбыз. Мінекей достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер сіздерге біздің оқиғамыз ұнаса, лайк басыңыздар. Ешкімге ұнамайды ау. Менің ойымша да. Лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, комментарийге өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға пока. Давай, кет. Ұлдардың шашы сияқты